Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі сабақта эндокриндік жүйенің патофизиологиясын талқылайтын боламыз. Сіздермен бірге доктор Усабаев. Видео басталмай тұрып каналыма тіркеліп, қазақша медициналық контентті қолдап кетіңіздер. Эндокриндік жүйенің патофизиологиясын талқылағанда 3 нысана бұзылысына мән береміз. Олар орталық регуляция бұзылысы, бездің өзіндегі бұзылыстар, безден тыс бұзылыстар. Физиологияны еске түсірсек, эндокринология ол гормондарды зерттейді, гормондарды басқарады, ал гипоталамус гипофизарлы жүйе осы гормондарды ағзада басқарып тұрады екен. Мысалы, гипоталамус бізге гипофизге әсер ету арқылы тропты гормондарды бөліп береді. Тропты гормондар бөлінген кезде ол ағзадағы барлық бездерге әсер етеді. Енді орталық регуляция бұзылысының түрлерін қарастырайық. Олар қыртыстағы нейрондар бұзылысы, гипоталамус гипофизарлы жүйедегі бұзылыс. Бұл жерде қыртыс дегеніміз ол ми, ал гипоталамус пен гипофиз олар мида орналасқан. Егер қыртыста бір проблема болса, олар логически тұрғыдан гипоталамус пен гипофизға әсер етеді. Сол үшін біз осыларды анықтап алуымыз керек. Қыртыстағы нейрондар бұзылса, бас миы дефекті және органикалық зақымдануы, қан құйылу, ісіктер, травмалар. Бас миы дефекті ол дегеніміз Даун синдромы, Эдвард синдромы сияқты синдромдар кезінде кездеседі екен. Токсиндер мен инфекция әсері, этанол, наркотиктер, микробтар, менингит, энцефалопатиялар, невротические состояния, стресс, психоздар, депрессия тоже осы қыртысқа әсер ету арқылы мынау гипоталамус пен гипофизге әсер етіп кетеді екен. Осы кезде бізде осы гемодинамика бұзылып кетеді. Гипоталамус гипофизарлы жүйедегі бұзылыс, гендік бұзылыстар. Олар либерин гені мутациясы, статиндердің гормондардың гендік ақауы болған кезде болады. Тікелей гипоталамус гипофиз зақымдануы, ісік өсуі, аденогипофиздағы ісіктер, қан құйылу, компрессия, ми шайқалу, сотрясение бәрі әсер етеді. Токсиндер әсері, этанол, дәрілік препараттар, нейротропты заттар, паркинсонизмге қарсы заттар, немесе шизофренияға қарсы заттардың бәрі осы гипоталамус пен гипофизарлы жүйеге әсер етіп кетеді. Қыртыстағы нейрондар бұзылысы мен гипоталамус гипофизарлы жүйедегі бұзылыс нәтижесінде гормондар синтезі бұзылады. Гипоталамустың нейрогормондары, либериндер, статиндер артып кетеді. Аденогипофиздің тропты гормондары артады немесе кемиді. Осы кезде бізде гиперфункция, гипофункция деген симптомдар пайда болады екен. Оны соңында талдайтын боламыз, достар. Енді екінші нысана бездің өзіндегі бұзылыстар, этиологиялық факторлары. Эндокринді без жасушаларының азаюы, атрофия болған кезде, гипотрофия болған кезде болады бұл жағдайлар. Гормон түзілуге керек фермент жетіспеушілігі. Субстрат жетіспеушілігі мен фермент жетіспеушілігін бірге қарастыруға болады. Мысалы, йод жетіспеушілігі бізде тироксин гормонының бөліміне кері әсер етеді екен. Гиперфункция кезіндегі гормон бұзылысы. Гиперфункция кезінде де бізде бездердің жасушалары ұлғайып кетеді де, ол кезде ол жұмысын баяулатады. Ол да уже этиологиялық факторға кіре алады екен. Безден тыс бұзылыстар. Тағы да айта кететін жағдай бездің өзіндегі бұзылыстар. Мысалы, операция жасап жатқан кезде оған скальпель тиіп кетуі, немесе басқа артерияның зақымдануы, тағы да басқа компрессиялар бәрі осы бездің өзіндегі бұзылыстар. Бұл жерде гипоталамус пен гипофизде ешқандай проблема жоқ. Бұл жерде бездің өзіндегі бұзылыстарды айтып жатырмыз, достар. Үшінші, безден тыс бұзылыстар, патогенезі, транспортты вариант, гормонның альбуминмен тасымалдану бұзылысы. Бізде гормондар альбуминмен тасымалданады. Осы кезде альбумин жетіспеушілігі болған кезде гормондар тиісті жеріне бара алмай қалады. Бұл безден тыс бұзылыс. Бұл жерде бездер нормальный гормондарын бөліп тұр. Бұл жерде бездің ары қарай гормондарды бөліп тұр ғой. Гормондардың ары қарай жұмысының жалғасуының кедергілерінің болуын айтамыз. Бұл жерде безден тыс бұзылыстар аты айтып тұр. Альбуминнің азаюы. Екінші вариант контргормональды вариант. Мысалы, иммуноглобулиндер артып кеткен кезде гормондарды басып тастайды. Антигормональды антидене өндіріп тастайды. Аутоиммунды аурулар кезінде, Хашимото ауруы кезінде де бұл контргормональды вариантты қарастыруға болады. Рецепторлы вариант. Гормон мен рецептор арасындағы бұзылыс. Егер рецептор саны азайып кетсе, немесе рецепторды басқа антиденелер жойып тастайтын болса, уже гормондар шығып тұр, бірақ тиісінше рецептормен жұмыс жасау керек қой. Бірақ рецептор жоқ, ол әсер ете алмай қалады.
Төртінші варианттағы рецепторлы вариант не гормон мен рецептор арасында бұзылыстар, рецептор санының азаюы, рецепторға қарсы антиденелердің түзілуі, гормоналды емес агенттермен блокада болып қалған кезде, перекрестный эффект гормоны, мысалы соматотропты гормон пролактин рецепторын активтеп жібереді, нәтижесінде галактерия дамиды. Бірақ соматотропты гормон уже пролактинге вообще қатысы жоқ гормон ғой. Соматотропты гормон ол біздің өсуімізге керек гормон болатын. Осы кезде уже басқа рецепторға әсер етіп кетсе де, осындай галактерия деген ауру дамиды екен. Түсінікті ме достар? Сұрақтарыңыз болса комментарийға немесе доктор Усабаев инстаграм каналыма жазыңыздар. Метаболический вариант. Гормон катаболизм бұзылысы. Мысалы шамадан тыс тироксин дейодтануы. Йод өте көп болып кетсе де уже не болады? Тироксин жұмысын жақсы істей алмай қалады. Оны біз метаболический вариант деп атаймыз. Преодилитикалық ферменттердің гормондарға әсер етуі. Мысалы ол ферменттер біз ұйқы безінде бар, иә. Осы ұйқы безіндегі ферменттер панкреатит кезінде қанға көп шығып кетеді, гормондарды ерітіп жібереді. Осы кезде де бұл метаболический вариант синдромы пайда болады екен. Енді жалпы эндокринопатиялар нәтижесінде осы үшеуінде де гиперфункция немесе гипофункция мен көрініс береді екен. Оны келесі видеода сіздерге нақтырақ айтып беретін боламын. Моногландулярлы бұзылыс, бір бездің бұзылысы. Бірақ безде ғана бұзылыс бар. Мысалы қалқанша маңы безінде бұзылыс бар. Осы кезде ғана болады. Мысалы айтып жатырмын, яғни сол безде ғана бұзылыс болса, оны біз моногландулярлы деп атаймыз. Ал полигландулярлы бұзылыс ол көптеген бездердің бір уақытта бұзылуы. Мысалы жыныс бездерінің бұзылуы, қалқанша маңы безі бұзылысы, сосын гипофиз, гипофизарлы жүйедегі бұзылыс бәрін қосқанда ол полигландулярлы бұзылыс деп аталынады. Соңында уже гипофункция мен гиперфункция мен көрініс береді екен. Оның келесі сабақта мен сіздерге әр бездің жеке-жеке талдауында айтып беретін боламын. Достар, сұрақтарыңыз болса комментарийға сұрақтарыңызды қалдырыңыздар. Мен сіздерге міндетті түрде жауап беретін боламын. Назарларыңызға рахмет. Тағы да каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.